Biz başağını to'qitib olamiz. O үшін бірақ екі қызыл өткізіп бекітеміз. Содан кейін астыңғы лескамызды бір моншақтан өткізіп отырамыз. Үстіңгі лескамызға екі қызыл өткізіп бекітеміз. Тағы да қайталаймыз осыны. Соңғы бір қызыл қалғанша қайталап шығамыз. Қызыл моншақ қалғанша қайталаймыз. Соңғы бір моншақ қалғанда астынан өткіземіз. Сол моншақтан аударамыз. Содан кейін аударған жағымызға бір ақ, бір қызыл өткізіп бекітеміз. Бізде екі қатар, енді екі қатар бас жағын тоқитын боламыз. Ол үшін оң жағымызға бір ақ, екі қызыл өткіземіз. Бекітеміз. Астыңғы лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз. Үстіне екі қызыл моншақ өткізіп бекітеміз. Осылай соңғы бір моншақ қалғанша тоқып шығамыз. Соңғы моншаққа келдік. Өткіземіз, аударамыз. Содан кейін аударған жағымызға бір ақ, екі ақ моншақ өткіземіз. Жоғарысынан ілмек жасап аламыз, жоғарғы лескадан. Сол ілмектен өткізіп бекітетін боламыз. Енді осы лескамызды ішкі астындағы бір моншақтан және жоғары жанындағы бір моншақтан өткізіп, жоғары қарай лескамызды шығарып аламыз. Содан кейін екінші жанындағы бір моншақтан, екінші қатардағы бір моншақтан қарама қарсы өткіземіз лескамызды. Өткізіп алдық. Енді бір ақ, бір қызыл өткізіп, екі ақ, бір қызыл өткізіп бекітеміз. Осылай бекіткеннен кейін астыңғы лескамызды бір қызыл моншақтан өткізіп отырамыз. Үстіңгі лескамызға бір ақ, бір қызыл өткізіп, соңғы бір моншақ қалғанша тоқып, осылай бекітетін боламыз. Соңғысында бір ақ моншақпен тоқимыз, тек бекітетін боламыз. Енді қай жерге тоқтадық, лескамыз қай жерге тоқтады, сол жерден бастап үш моншақтан өткізіп, төрттікпен тоқитын боламыз. Жоғары жағын көтеретін боламыз. Мен үш моншақпен тоқып бекіттім. Содан кейін астыңғы лескамызды бір моншақтан өткізіп отырамыз. Үстіңгі лескамызға екі қызыл өткізіп, шетіне дейін тоқимыз. Қыр жағына дейін тоқимыз. Шкатулкамыздың қырына келгенде моншағымызды өзгертеміз. Келдік. Оң жақ лескамызға бір қызыл, бір ақ өткізіп бекітеміз. Астынан өткіземіз. Үстінен тағы бір рет екі қызылмен бекітетін боламыз. Содан кейін астынан өткізіп аламыз. Тағы да шетіне келген кезде моншағымызды өзгертеміз. Бір қызыл, бір ақ өткізіп бекітеміз. Астынан бір моншақтан өткіземіз. Енді қайталаймыз. Екі қызылмен ұшына келгенше, шкатулкамыздың ұшына келгенше
Тоқимыз осылай қызылмен. Көрсетіп тұрғанымда. Мына ұшына келген кезде біз бір қызыл, бір ақ өткізіп бекітеміз. Содан кейін қайталаймыз тағы да. Астына өткіземіз, үстіне екі қызылмен өткізіп, соңғы бір моншақ қалғанша қайталап шығамыз осылай, дәл осылай. Шетіне келгенде өзгертеміз. Бірінші қызыл, содан кейін ақ. Тағы да қызылмен өткіземіз. Содан кейін тағы да бір шетіне келген кезде екі шетін өзгертіп отырамыз. Моншағымызды бірінші қызыл, содан кейін ақ өткізіп бекітеміз. Содан кейін астына өткізіп, екі қызылмен соңғы біреу қалғанша тоқимыз. Соңғы біреу қалды, соң астына өткіземіз. Содан кейін жоғары жанында бір моншақтан өткізіп, өткізгеннен кейін бір моншақ өткізіп бекітетін боламыз. Содан мінекей бір қатарда тоқыдым. Енді 4-5 қатар осылай тоқып шығатын боласыздар.